Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ әдебиеті сабағы басталды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі бойынша Тасқұл қарттың арманы тарауы. Оқу мақсаты әдеби шығарманың композициялық ерекшеліктерін талдау, шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап әдеби эссе жазу. Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесін қорытындылай кетсек, жаугершілік заманда шапқыншылар өзге елді тұтқиылдан шауып, жылқыларды барымталап тұтқын ретінде үлбіреп тұрған сұлу қыздары мен батыр ерлерін ерік салып кететін болған. Ұлы даланың қатаң ережелері тұтқынға түскен бойжеткендерді күң етсе, ер азаматтарын құл қылатын. Алайда туған елге деген сағыныш еріксіз тұтқынды да тәуекелге бел буып, қашуға итермелейді екен. Сондай тұтқындардың бірі шашты әңгімесінің басты кейіпкері Кенжебектің басынан өткен оқиғасы. Біраз уақыттан бері Түркмен елінде құлдықта жүрген Кенжебектің бәйге ұйымдастырылған сәтте өзінің отанына қайтып кетуі бұл қолайлы жағдайды туғызған сәт болатын. Бұл әңгіме тек қана қазақ халқының сыр-сипатын емес, сонымен қоса көршілес түркмен халықтарының салт-дәстүріне де, олардың мінез-құлқына да шолу жасайтын әңгіме деп айтуымызға болады. Еліне оралған Кенжебектің кейін шашты аталып тұтас бір ру ретінде қалыптасқан іргелі халық екенін көрсетеді. Соған қарап Кенжебектің образы айқын бейнеленгенін білуімізге болады. Бірінші тапсырма: екі халықтың шығарма бойында көрінген қасиеттеріне орай талдау жасаңыз. Қазақтардың және түркмендердің бейнесін ашыңыз. Сонымен қоса екі халықтың арасындағы ұқсастықтарды анықтаңыз. Екінші тапсырма: әңгімеде адамгершілік қағидалары көрініс табатын үзінділерді жинақтаңыздар. Кейіпкерлер арасындағы адамгершілік қасиеттер қай үзінділерден көрінеді?